Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше мақ қосылған пирог дайындаймыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтімізді ысытып алып, мақты саламыз. Баяу отта қоюланғанша шамамен 10-15 минуттай үзбей араластырып отырамыз. Пирогымыздың қамырына бөлме температурасындағы сары май, ұн, қант немесе қант ұнтағы, жұмыртқаның сарысы және қопсытқыш қажет болады. Құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ұнға шым-шым тұз, қопсытқыш, қант ұнтағын салып араластырамыз. Осыған сары майды салып крошка жасаймыз. Жұмыртқаның сарысын салып қамыр илейміз. Егер құрғақ болып қамыр бірікпесе, жұмыртқаның ағынан кішкене қосамыз. Мен көптеу қосып жібердім, сондықтан ұннан тағы да қосамын. Қамырды пакетке орап тоңазғышқа салып қоямын. Салмасын дайындаймыз. Сүзбенің үстіне қант, жүгері крахмалын, қоюланған сүт, жұмыртқаны қосып блендерлейміз. Сүзбенің ішінде түйіршік қалмайтындай жақсылап араластыруымыз қажет. Суыған сүтпен мақ қоспасын салып араластырамыз. Енді қамырын алып жаямыз. Формаға орналастырып, артық шығып қалған жерлерін оқтаудың көмегімен кесеміз. Кесіп алған артылған қамырдан формалар жасап әсемдеп қойсаңыз болады, немесе мұздатқышқа салып қоямыз. Салмасын салып, бетін қалауыңызша әсемдейміз. Пирогты қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіреміз. Пирогты бөлме температурасында суытып, әбден суыған соң ғана формасынан аласыздар. Дастарханның көркін ашатын пирогты жасап көріңіздер. Ас болсын!